егер де айналамдағылар мені өсірмей жатыр, өшіріп жатыр, күйеуім маған қолдау көрсетпей жатыр, енем мені үнемі осылай етеді, айналамдағы туыстарым не болмаса даже анасымен конфликтте жүрген адамдар бар. Мамам осындай үнемі мені кішкентай кезімнен бастап өйстетін еді, әлі күнге дейін сөйтеді, билеп алған мені, басқарып алған деген адам болса араларыңызда, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Негізінде сен біреуді өзгертем деп тырысып жүрген болсаң, ол қате. Сенің күйеуің 30-ға 40-қа келген болуы мүмкін, анаң 60-70 жаста шығар енді. Ол кісілер осы уақытқа шейін қалыптасқан тұлғалар, осы уақытқа шейін адам, сен оны өзгертем деп ешқашанда тырыспа. Негізінде адамның өзінің мойындау өте ауыр нәрсе, қателік өзіңде. Негізінде көп нәрсе өзіңнен басталады. Әлемді өзгерткің келсе, бірінші өзіңнен баста деген сөз бар. Сен өзгерсең, басқа адамдарға махаббатпен қарайтын болсаң, басқаша көзқараспен қарайтын болсаң, олар қалай бар, солай қабылдайтын болсаң, күреспейсің, оларды қабылдайтын болсаң, айналаңа махаббат шуағын шашатын болсаң, өзіңді жақсы көрсең, ең бастысы, ең бақытты әйел айтар едім, бұл әлемдегі ең бақытты әйел өзін жақсы көрген әйел, өзін қабылдаған әйел, өзін түсінген әйел, өзімен байланысы бар әйел деп айтар едім. Сен бақытты болсаң, айналаңда адамдардың бәрі бақытты. Мысалға, мен үйде бір күн тырысып жүретін болсам, мен бір настроением болмай нервничать жүретін болсам, айналамдағылардың бәрі сондай болып жүреді. Айналаңда бала шағында сондай жүреді, потому что бәрін сезеді. Сол айтайын дегенім, сен ешқашанда біреуді өзгертем деп тырысып, шаршап, оған жылап, еңіреп, оған тозып, өзіңді жертвамын деп құрбандыққа кіріп кетіп, мен жертва халінде жүрмін, мен ешкім аямайды, мен ешкім түсінбейді, мен шаршадым, өмірден шаршадым, өмір мені соққылап жатыр, бір таяқтан кейін бір таяқ келіп жатыр дейтін болсаң, менің марафоныма қатысты деп айтқым келеді. Марафон 66 күн болады. 66 күн біз бірге боламыз. Бұл жерде сен нені үйренесің? Өзіңді жақсы көруді, қабылдауды, түсінуді. Мысалға, өзің ойлаш, өмір саған қайта-қайта не үшін таяқ беріп жатыр, саған ескертіп жатыр. Бірінші, әйел адам өзін түсінбеген кезде, өзіме жұмыс жасамаған кезде, өзін жақсы көрмеген кезде, өмірде таяқ неден басталады? Бірінші қаражат жағынан басталады. Қарызға кіре бастайсың, кредитің төленбей қалады, жұмысыңмен проблема болады, айналаңмен проблема болады. Сен онда да түсінбейтін болсаң, одан да сен нәтиже шығармайтын болсаң, одан кейін ауру келеді көп адамға. Көп жағдайда ауру келе бастайды. Ауруды да игнорить ететін болсаң, онда да өзіңді өзгертпейтін болсаң, онда да өзіңмен жұмыс істемейтін болсаң, барлығына әлем кінәлі, тек қана мен емес, мен ғана бейшарамын, бәрі мені қорлайды деп ойлайтын болсаң, онда сынақ саған өкінішке орай балаларың арқылы келуі мүмкін. Сол үшін әр адам өзінен бастау керек деп ойлаймын да. Өзіңмен жұмыс жаса, өзіңмен байланысты орнат. Егер де менің марафоныма қатысқың келетін болса, төменге марафон сөзін жаза кет. Комментарий жазатын жерге марафон деп жаза кетіңіз.